Қазақта өзінің білімімен, батырлығымен көзге түскен қыздар аз емес. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз көпшіліктің жүрегі дауаламайтын ұшқыш мамандығын таңдаған ару. Ендеше, бүгін осы мамандықтың қыр-сырын бірге тамашалайық. Ләззат Шырынтай Түркістан облысы Шардара ауданының тумасы. Ол азаматтық авиация академиясының түлегі. Ләззат ұшар алдында ең әуелі медициналық тексеруден өтеді. Одан кейін ауа райы ұшуға лайық па, жоқ па, соны бақылайды. Бұдан соң ұшақты міндетті түрде тексеріп шығады. Мұнда масласын тексереміз, оны бізге бірақ техниктер тексеріп береді, но өзіміздің қауіпсіздігіміз үшін тексеріп алатын боламыз. Сонымен қатар мына жерде двигатель болады, самолеттің винт болады, винттерде ешқандай зақым келмеген бе, әр ұшқан кезде, например, құстар соғылуы мүмкін, басқа да болуы мүмкін, сол үшін жақсылап тексеріп аламыз. Ұшақты әбден тексеріп алған соң, диспетчерге радио арқылы жоспарды айтып, ұшуға келісім алады. Міне, осыдан соң ғана ұшуға рұқсат. Біз қазір ұшуды бастағалы отырмыз. Менде қобалжу сезім, өйткені биіктіктен қорқам. Ләззат, қазір мен сізге сенем. Маған сенсеңіз болады, себебі бізде азаматтық авиация академиясында адамдардың қауіпсіздігі үшін бізді 200 сағат ұшқызып дайындады. Қорқпасаңыз болады. Ал, сәттілік бізге. Вышка, борт Cessna 201, разрешите предварительный. Бүгінде ерекше мамандықты иеленіп отырған аруымызбен ұшақ ішінде сұхбаттастық. Жалпы не істеу керек осындай сіз сияқты ұшқыш болу үшін? Ең алдымен айтар едім, қазіргі ОБТ тапсырылушы балаларға айтайын, тілді жақсы меңгеруге, физика, математика, сонымен қатар пунктуальный адам болу керек и денсаулығына өте қарау керек. Болашақта осы азаматтық авиациясында өзімнің қыз баласы көп адам білмейді бар екендігін. Қазақ қыздарының да осындай қолынан келеді ұшу деп дәлелдеу, сонымен қатар мықты капитан болу, ел жерді аралап, ата-анама осындай керемет жерлерді көрсету. Ләззат Инстаграм әлеуметтік желісінде ұшқыш қыз атымен көпшілікке танымал. Мамандығының қызығы мен шыжығын айтып, блог жүргізеді. Сондай-ақ бос уақытында өлең оқығанды ұнатады. Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қалпысыз қалай айтқан қайран бабам. Бүгін ұшқыш қыз Ләззат Шырынтайдың қызыққа толы мамандығымен арнайы таныстық. Әуеде ұшақты басқарған қазақтың қайсар әрі дара қызы міне осындай.